أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ұстазым айтады, Абдулмажид Зиндани. Өткенде интернетпен хабарласып отқан 3-4 ай болды. Сол кісі айтады, мен бір уақиға айтайын дейді. Мешіттен уағыз айтып, сабақтан шықсам, бір жас қыз бала тұр дейді алдымда шығып. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Менің бір сауалым бар еді. Айтыңыз. Мен ата-анама білдірмей Құран жаттасам бола ма деді дейді. Сосын таң қалдым дейді. Енді бұл қызық сауал екен. Енді Құран деген жақсы нәрсе, жарайды, айтпасаң айтпай-ақ жаттай бер деді. Бірақ енді өзім оның сауалдың не үшін екенін білгім келіп, неге бұлай жасырын жаттағың келді деді. Сонда ол қыздың жауабы мені сол жерде қазық қылып қақты да қойды дейді. Сонда әлгі кішкентай ғана қыз бала айтты дейді. Қиямет күні ата-анама нұрдан болған тәжді сыйлағым келеді деді дейді. Қараңызшы, перзенттің соншалықты ата-анасын сүйгендігі, нұрдан болған тәжді ата-анама қияметте сыйға тартқым келеді. Білдірмей. Сол үшін мен білдірмей бүкіл Құранды жаттап алсам деймін деген екен. Халайық, өздеріңіз енді мына заман болды, қандай ауыртпашылық болды, Совет өкіметі болды дедіңіздер. Одан кейін 90-шы жылдардың тербелдеңі болды. Осындай бір ауыр замандар енді өтіп, көзіміз ашылып, кішкентай жолымыз кеңейген заман болды. Шамаңыз жетсе, әлі де кеш емес. Өйткені пайғамбарымыз айтады, тал бесіктен ат бесікке дейін білім парыз дейді. Тал бесік деп біздің сәби кезіміздегі жататын ағаш бесікті айтады. Ат бесік деп қабірдің басына қойылатын құлпытасты айтады. Осы екі аралықта еш қашан шамаңызды, уақытының жалқаулықты тоқтатпастан білім іздеуіңіз керек.